Армысыздар, бауырлар. Жаңағы пікірталастағы екінші сөз аруақ, жын деп айтылған сөзге қатысты осы роликті түсіремін. Сонымен аруақ, жын делініп тұр. Мен тағы да Шоқан Уәлихановтың кітабын қолға алдым. Зерттеулер, ғылыми жазбалар, хаттар деген кітапты қолға алдым да 94-ші бетті ашып оқып көрдім. Шоқан Уәлиханов былай деп жазады: аруақ ата-баба рухы. Басқа қиын қыстау күн түскенде, жан қиналғанда аруақ қолдай көр, қолтығымнан жебей көр деп айтады. Аруақтың рухына арнап, ай мүйізді сиыр, ашатұяқ, қойдан босқасқа, әлде сарбасты қой, ақсарбас, бауырсақ құлақты көк қой, құлағының ені бар, екі тісті ақ қасқа, сондай-ақ бас төлді садақаға сояды. Егер садақаға аталған төлдің басы тұмсаны қимаса, сол аталған малдың сілекейін басқа малдың басына жағып соя береді. Адам өлгенде аруағына арнап, 40-на дейін 40 күнде, әр күн бір шырақтан 40 шырақ жағады. Шырақты оң босағаға жағады. Шырақ жағу себебі өлген кісінің аруағы 40 күнге шейін үйіне келіп, балаларының жай күйін біліп жүреді деп жазылған. Бұл бір ғана дәлел. Енді алда Тоқтар Бейсенбиновтың Ақиқат кітабынан аруақ деген сөзді ғылыммен байланыстырып түсіндіріп көреміз. Ол алдағы уақытта бола жатады. Жалпы аруақты жын дегендерге мынадай сауал қоюға болады. Егер қайтқан кісілердің еске түсіріп, немесе қайтқан кісі түске енген кезде оларға жетінан бересің. Сол жетінан берген кезде кімдерге арнап Құран бағыштайсың деген сауал. Кімдерге арнап Құран бағыштайсың деген сауал. Аруақты жын деп айтатындарға. Енді үшінші роликте әлемдік дін жөнінде сөз қозғап көремін.